Алматыдан жиналған гуманитарлық көмек су тасқынынан зардап шеккен батыстағы жұртқа бүгін кешке жөнелтіледі. Бір апта ішінде қала тұрғындарынан қабылданған азық-түлік тұрмыстық қажеттіліктер 10 тоннадан асты. Оның 2,5 тоннадан астамы киім, 1 тоннадан көбі гигиеналық құралдар, қалған 3,5 тоннасы азық-түлік пен тұрмыстық заттар. Көмек қолын созуға кәсіпкерлер мен белсенді жастар да атсалысқан. Қалалық жастар саясаты басқармасының өкілі Жанашыр жандарға мегаполис әкімдігі атынан алғысын айтып, гуманитарлық көмек жинау әлі де жалғаса беретінін жеткізді. Алматы қаласының тұрғындары хабарласып жатыр, компаниялар хабарласып жатыр. Бізде енді өзіміздің мемлекеттік органдар бар. Мысалы, алдында телеканалдар естідік, әкеліп бір газель көмек алып келген. Сондықтан біз гуманитарлық көмек қабылдауды ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Енді бізде уже аудандар, облыстар мұқтаж емес дегенге дейін